Жұмбақ заты анықтауға байланысты контекст. Мәтінді оқып көрейік. Металл карбиді гидролизі нәтижесінде түссіз иісіз ауадан жеңіл А газы түзілді. Жалпы бізде органикада металлдардың карбидінен екеуі айтылады. Оның бірі алкандар тақырыбындағы алюминий карбиді болатын болса, оған гидролиздеп нәтижесінде метан газ түзіледі. Ал екіншісі алкин тақырыбындағы кальций карбидінің гидролизденуі нәтижесінде ацетилен газы бөлінеді. Демек, бізде А газы болуы мүмкін, ол метан болуы мүмкін, немесе ацетилен газы болуы мүмкін. Ал енді оның қайсысы екендігін келесі сөйлемдермен анықтауға тырысайық. А газы 600 градус температурада кокстелген көмірдің қатысында циклді қосылыс түзеп полимерлену реакциясына түсіп, нәтижесінде Б сұйықтығын түзіледі. Бізде кілт сөздер мынау 600 градус және кокстелген көмір деген нәрсе, және полимерлену реакциясы. Бұл бізде осы ацетиленнің қасиетіне сәйкес келеді. Міне қарап көрсеңіздер болады. Міне ацетилен белсенділген көмірдің қатысында 600 градуста 3 ацетилен бірігіп полимерленіп, яғни немесе тримерленіп деп айтамыз, нәтижесінде бензол түзіледі екен. Б сұйықтығы осы жаңағы бензол деген. Міне реакция теңдеуін мұнда жазып қойдым. Ал келесі Б сұйықтығы, яғни бензолымыз галоген алкандарымен өршітке қатысында әрекеттесіп, құрамында 7 көміртек атомы бар Б сұйықтығының гомологы С затын түзіледі. Яғни С6-дан бізге С7 түзілу керек екен. Бұл реакция теңдеуінде қарап көрсетейін сіздерге. Арендер тақырыбының ішінде Фридель-Крафтс деп аталатын реакция теңдеуі бар. Яғни бензолдарға галоген алкандар қосу нәтижесінде келесі гомологтар түзіліп отырады. Міне бензолдан нәтижесінде толуол. Реакция теңдеуін қарайтын болсақ, міне С6H6-дан С7H8 түзілді. Яғни С заты бізде толуол екендігінде тауып алдық. Енді тапсырмаларын орындап көрейік. Б сұйықтығының ең жақын гомологы. Б сұйықтығы бізде С6H6 бензол еді, ал ең жақыны оған толуол болып табылады. Бензолдың өзі болмайды, фенол бізде арендер классына жатпайды, стирол С8H8 ол келесі өкіл болып табылады екен. Ал ең жақыны осы толуол. 27. А газының құрамындағы көміртек атомының гибридтену типі. А газы ацетилен екендігін таптық. Енді мына нәрсені естеріңізде сақтап алыңыздар. Егер құрамында 3 байланысы бар көміртектер болса, олардың гибридтенуі әрқашан sp-ға сәйкес келеді. Ал егер құрамында қос байланыстар болатын болса, онда оларыңкі sp2-ге сәйкес келеді. Ал егер дара байланыс болатын болса, ол көміртектер sp3 гибридтенуге сәйкес келеді. Бұл жерде енді біздіңкі алкин болып тұрғандықтан sp болып табылады екен. Ал енді 28. А газынан шығымы 80% болатын 15-6 грамм Б сұйықтығы түзілді. Яғни жаңағы біздің ацетиленнен бензол алу реакциясы болып жатыр деген сөз. Шығымы 80% болатын 15-6 грамм Б сұйықтығы түзілді. Бұл түзілгендіктен ол уже практикалық болып тұр деген сөз. Демек, біз 15-6 граммды 80%-ды аламыз да, теориялық 100%-ын есептеп табамыз. Ол 19-а 5-ке тең болды. Енді осы 19-а 5-ті алып келіп бензолдың үстіне қоясыздар да, ацетиленнің көлемін пропорциямен таба саламыз. Ол 16,8 литрға сәйкес келеді деген. Міне сонда А жауын дұрыс деп таптық. 29. С затындағы элементтердің массалық қатынасы. С заты бізде жаңағы толуол. Енді осының ішіндегі массалық қатынастарын табу керек. Ол үшін көміртектің салмағы 12-ні қанша штук екендігіне көбейтесіздер. Ол 84 болып тұр. Сутектің бір несін 8 штукқа көбейтсек, ол 8 болып тұр. Енді 84 пен 8-дің екеуі де бөлінетін сан, ол әрине ең үлкен 4 болып табылады. 4-ке бөлетін болсақ, 84 4-ке бөлсе 21, 8-ді 4-ке бөлсек, ол 2 болады. Сонда олардың қатынасы 21-де 2. Болды, бұл сандар ары қарай бөліне алмайды, ең кішкентай қатынасы осы екен. Сонда дұрысы осы С жауабын белгілейміз. Ал енді келесі есеп. 8,86 мл Б сұйықтығы, тығыздығы 0,88 грамм мл, массасы 12,625 грамм болатын галоген алканмен реакцияға түскенде түзілген С затының массасы. Өнімнің шығымын табу керек тағы да. Мынау бізде көлем берілген және тығыздық берілген.
егер көлеммен тығыздық беретін болса, ол екеуі бір-біріне көбейтіледі да, нәтижесінде масса табылады. Сол массаны алып келеміз де айтылған бензолдың үстіне қойып қоямыз. Ал одан кейін шартында айтылған 12-де 625 грамм деген галоген алканның массасын өзінің үстіне әкеп қоямыз. Сөйтіп, келесі толуолдың үстін x деп табу керек болады. Әрине, екі шама берілген кезде екеуінде мрне немесе астындағы көлемдеріне бөлу арқылы мольдарын тауып алатынбыз. Мынау 0,1 моль болған, мынау 0,25 моль болған. Екеуінің ішіндегі азы реакцияға толық жұмсалған бензол болғандықтан біз пропорцияны осы бензол арқылы есептейміз. Нәтижесінде толуолдың 9-2 грамм деген массасы шығады. Енді 9-2 дегенде белгілеп қоймаңыздар, өйткені біз әлі шығымын есептеген жоқпыз. Сондықтан бұл біздің есептеп тапқан 9-2 граммымыз 100% теория болғандықтан 75% шығым практикасын пропорциямен есептей салуға болады. Нәтижесінде 6-9 грамм толуол түзілген екен. Ол міне осы С нұсқасында. Осылайша бензолға және алкиндерге қатысты жұмбақ заттың талдауы бітті.